Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Отыра қойыңдар. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, бүгін сабақта кім жоқ екенін айтып өтсеңдер. Аружан айта ғой. Бүгін сабақта кім жасадың, расыл жоқ. Өте жақсы. Қалғанымыз түгеліміз, иә. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ол үшін жағымды психологиялық ахуал орнатып аламыз. Экранға назар аударыңыздар. Өмірдегі белсенділіктерін тек қана оң зарядталған болсын. Өте жақсы. Енді біз осы қазіргі психологиялық ахуалдан өзіміз өткен сабақтардан қандай физикалық шамаларды естідік? Өзімізге таныс және айта ғой. Кинетикалық Энергия дейді. Тоқтаймыз, иә? Бір ғана несінен айтады. Энергия формуласы қандай? Кинетикалық энергия дейді. Масса көлікпенген жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. Өте жақсы. Өлшем бірлігі қандай? Өлшем бірлігі джоуль. Тағы да қандай шаманы естідік? Айзерек. Қуат. Қуат туралы не білеміз, не айта аласың? Формуласы, өлшем бірлігі. Формуласы жұмыс бөлінген уақыт. Өлшем бірлігі? Ватт. Өте жақсы, жарайсыңдар. Сендерге енді бүгінгі сабақты бастамас бұрын бағалау парақтарын таратып берейін. Және мына жерде мониторинг бар. Қоса беріп отырамын. Мына жақта. Ал енді балалар, тақтада берілген, экранда берілген QR кодты сканерлеймізде. Ербатмашына. Аты жөніңізді, аты жөніңізді, оқушы деген жүріп басасын. Үйіндік дегеніміз не? Ал енді балаларына тақтадағы берілген мониторингке қарай отырып, дұрыстарыңыз бір балаластан, жаңа бақылау парақтарыңызға белгілейсіздер. X қате деп тұрған оқушылар өздеріңіздің де телефондарыңызға шықты ғой, оларға бағаланбайды, 0 балл деген сөз. Барлықтарыңыз бағалау парағымызға жазып шығайық. Видеода не көрдік? Механикамен жұмыс жасаған достармен Екі кестеге бөлініп тұр, жұмыстың түрлері. Біреуінде кім жұмыс жасап жатыр? Адамдар. Екіншісінде механика, техникамен жұмыс жасап жатыр. Енді осы екеуінің несін айта аламыз біз? Не деп салыстырамыз? Екеуінің қандай байланысы бар? Антыма? Механикалық жұмыспен ол пайдалы жұмыс көбірек болады және де аз күш жұмсалады. Ал адамдардың жұмысы ше, оны кім айтады? Кім айтады? Айзере. Адамдардың жұмысында олар өздерінің күштерін көп жұмсайды және шаршағаннан олар толық жұмысты жасай алмайды. Жұмысты көп жасай алмайды, иә? Бірақ нені көп жұмсайды олар? Энергияларын өте көп жұмсайды екен. Міне осы екеуінен қандай қорытынды шығаруға болады екен? Неғұрлым не көп болса? Бірлік бар жерде. Айта ғой. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Ол көп адамның несіне салыстыруға, иә? Бір адамның жұмысы мен 5 адамның жұмысын салыстырған кезде осыны айта аламыз. Ал енді біз адам мен техниканың жұмысын салыстырғанда не айта аламыз? Техника ол көп жұмыс жасай алады, ал адам болса ол көп күш жұмсағанмен ол аз жұмыс жасайды. Өте жақсы. Енді олай болатын болса, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбын ашайық. Қандай тақырып болуы мүмкін? Нелер туралы жұмыстардың түрін айтамыз. Жұмыстың қандай түрлері деп салыстырдың, ынтымақ? Механикалық, генетика. Жұмыс па? Пайдалы жұмыс. Иә, Жанерке. Аяулым неге сөйлемей отырмыз? Жұмыстың қандай түрлері? Толық жұмыс және пайдалы жұмыс екен. Біз қанша жұмыс жасасақ та, оның барлығы пайдалы жұмысқа кетпейді екен, балалар. Оның толық жұмыстың тек 50%, 60% ғана пайдалы жұмысқа кетеді де, қалғаны бізде шығын болып есептеледі екен. Сонымен бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы пайдалы әрекет коэффициенті. Кітапта 36-шы параграфта ашамыз барлығымыз. Енді бүгінгі жаңа сабаққа мақсат қойып балалар. Бүгінгі оқу мақсаты бұл бағдарламада берілген бізге көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау болатын болса, біз осы мақсаттан өзімізге мынадай мақсатты алады екенбіз. Көлбеу жазықтықта жүргізілген тәжірибе негізінде күш пен жұмысты өлшейміз. Күш дегеніміз қандай әріппен белгіленеді? F. Күш. Өлшем бірлігі Ньютон. Және жұмысты өлшеу дейді. Жұмыс қандай әріп? Үлкен А әріпімен белгіленеді. Жұмыс өлшем бірлігі Джоуль.
міне осы екеуін өлшеу арқылы тәжірибе жасайды екенбіз. Пәк деп отырғанымыз мына бүгінгі жаңа сабақта берілген пайдалы әрекет коэффициентін қысқаша пәк деп атаймыз. Пәкті формула арқылы есептейді екенбіз. Қазір оның формуласын түсіндіремін. Алынған нәтижелерді теориялық мәнмен салыстырамыз. Міне біз бүгінгі сабақ бойында осы үш мақсатқа жету қажетпіз. Сабақ соңында кері байланыстар осы үш мақсатқа жеттік па, жетпедік па, сол туралы айтамыз. Енді ары қарай мұқият видеоға көңіл бөлейік. Ауыр жүкті аз күшпен жоғары көтеруге мүмкіндік береді. Көлбеу жазықтық арқылы жүкті көтергенде екі түрлі жұмыс орындалады: пайдалы жұмыс және толық жұмыс. Бүгінгі жаңа сабақты жаңағы видеодан да көрсетіп өттік, пайдалы әрекет коэффициенті пәк деп атаймыз дедім. Это әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі пайызбен. Формуласы пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлеміз, 100%-ға көбейтеміз. АП деп отырғанымыз пайдалы жұмыс бұл жердегі. Пайдалы жұмысты қалай табуға болады дейді балалар? Пайдалы жұмыстың формуласы. Видеода өте түсінікті түрде айтып өтті. Толық жұмысты табу үшін жоқ. Толық жұмысты Айзере не деп айтты дейді? А тең ЭС. Өлшем бірлігі мониторинг жаңа қолдарыңызға таратып берілді. Осы жерде қазіргі сабақта мен сіздерге тапсырма беремін. Сол әр тапсырмада түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, осыны сканерлеп маған жіберсеңіздер, маған белгі келеді. Соған мен барып қастарыңызға көмекші боламын. Енді жақын арада даму аймағын жасаймыз, сіздермен бірге. Олай болатын болса, жұптық тапсырма қазіргі, бірінші қолдарыңызға қазір жұп-жұптарыңызбен таратамын. Ол жерде жанында дескриптор барлықтары көрсетілген, сонда да оқып өтейік. Берілген, мына сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Мәтіндегі көп нүктелердің орнына қажетті сөздерді қоясыздар. Және мынау екінші кестеде берілген ондық бөлшектегі немесе пайыз түрінде берілген тапсырмаларды керісінше дұрыс нәтижесіне айналдырамыз. Ерасыл дауысын басамыз. Тапсырма берілді. Сөзін мұқият оқимыз. Нұрислам, түсініксіз жер болса менен көмек сұра. Жан-жақты мазаламаймыз, жаза ғой. Ерасыл, жұптық жұмыс. Аружанмен бірге жұптасып жасаймыз. Түсініксіз жер болса, жаңағы сканерді маған жасап. Енді жұптық жұмыс берілді. Аты жұптық деп тұрғандықтан, жалғыз өзіміз алып орындамаймыз, немесе досым орындайды деп отырмаймыз. Бірге жұптасып, айым, бүкіл бірге орындаңыздар. Енді мен телефоннан қазір кімге көмегі керек екендігін қарап отырамын. Кімге көмек қажет, содан маған сигнал келіп түседі. Қазірше ешкімге көмек қажет емес. Маған мына жақта Ерасылдан көмек қажет келіп жатыр екен. Қане Ерасыл? Мына жерде не түсініксіз болып жатыр? Мынау дегенде 0,5 не істейміз оны? Жаңа ғана айтылды. Пайызын айналдыру үшін не істейсің? 100-ге көмектессің. Ал ол қиындық тудыратын болса, онда мына тапсырмаларды бірінші бұл осы жүздіктерді мұқият қарайсың. Не істеу керек екен? Қазір мұндардың өзін айтып тұр. Жұмысқа берілген уақытымыз аяқталды. Олай болса, бір-екі оқушыда жұптан тақтаға келіп, дұрыс жауабын оқуды. Айнедор, жылдан келіңдерде пайыздарды қолдарыңызға жеке тапсырма беріледі. Жылдан дәптерге есепті шығарып тастаймыз. Бірінші шығады. Әр топтан бір-бір оқушыдан шығарайық, Тексерейік. Массасы жүрілген жол биіктік барлығы берілген, жазылған. Пайдалы жұмысты табу үшін МЖH. Өте жақсы. Жаңағы айтылған ережедегі сәйкес келді ма? Пайдалы жұмыс пен толық жұмыс бір-бірден кем болады дегеніміз. Қайсынан аз болады еді? Әрқаша аз болады, өте жақсы. Мына жерде көрініп тұр. Ең соңында 30% шықты. Сонда біздің пайдалы әрекет коэффициентіміз қанша пайыз болды? Өте жақсы нәрсе. Жәнетке отыра ғой. Кімде шықты?
кім шығарды осы есеппен салыстырып өзімізді тексеріп отырайық. Есепті шығарып болатын болсақ, онда дескриптор арқылы әр кезеңде жазылып тұр, иә. Есептің берілгенін дұрыс жасап 1 балл, ХБЖ-ға айналдырғанымыз үшін 1 балл, формуланы тапқанымыз үшін 1 балл, және ең соңында дұрыс жауапты тапқанымызға 1 балл, жалпы 4 балл. Егерде сіздер дұрыс формуланы ғана тоқтатып есептеуді аяқтамаған болсаңыз, осы уақыттың ішінде онда 3 балл аласыз деген сияқты өзіңізді әділ бағалаймыз. Олай болатын болса, тез бағалау парағына бағалау несін шкаласында қойып шығамыз, келесі тапсырмаға өтеміз. Балалар, тапсырмалар аяқталатын болса, келесі кезеңімізде топтық жұмыс, топтық тапсырма. Енді бізде топ бөлінген жоқ, бізде сыныпқа кірген кезде біз осылай отыра салдық. Ал бізде қазір жаңағы бері айтқан жоқпын, топтардың атын ынтымақ дұрыстап қоя ғой. Нұргүл, бірінші топтың аты Жәнеке дұрыстап қойып жібер. Енді мынандай қолдарыңызға бағалау парағы деп берілді ғой, осы бағалау парағындағы мына жерді тиын арқылы қыратын болсаңыздар, міне мынандай қылып топтарыңыздың номері шығады, қай топқа түсесіздер. Жылдам сол топ бойынша бірігеміз. Кәне? Аха. Biz Galiley topu atынан шығып тұрмыз. Бізге берілген тапсырма көлбеу бойында жүргізілген күш пен жұмысты табу керек болғанбыз. Берілген бойынша біз күшті таптық. Ол 0,9 ньютон шықты, және L тең 0,5 метр шықты. Массасы 0,12 килограмм болды. Ал H тең 0,12 метр болды. Біздің табу керегіміз это А пайдалы және А толық табу керек болған нәтижесінде бізде 88% шықты. Қорытындылай келе, біз өзіміздің тобымызбен бірге көлбеу жазықтықта күшпен жұмысты тауып үйрендік. Біз Эйнштейн топынан шықтық. Берілгенде бізде F тең 0,112 ньютон, S тең 5 метр, уақыт 20 секунд табу керек қуатты. Ең қуатты табу үшін біз F пен S-ті көбейтіп, оны уақытқа бөлдік. Осы формуланы қолданып жауабын шығардық. Жауабы N тең 30 ватт. Жұмысты қорғап болсақ, әр тапсырма, әр топ 2 балмен бағаланады. Бағалау парақтарыңызға 2 балмен бағалап өтіңіздер. Міндетті түрде бағалап отырыңыздар. Және факт немесе факт, топтық жұмыс. Ал балалар тапсырманы біткен болса, онда әр топтан бір оқушы шығып, келіп тапсырманың шындық немесе жалған екендігін айтамыз. Бұл өтірік, себебі факт 100%-тен аспайды. Энергия бізде энергияның көбісі моторды жылытуға кетеді, ал қалғаны пайдалы жұмысқа кетеді, бірақ пайдалы жұмысқа аз кетеді. Факт дұрыс, себебі электр шайнегін жылытуға кеткен кезде оның көп энергиясы тікелей суды қыздыруға кетеді. Балалар, жұптық жұмыс шындық немесе жалған тапсырмасы орындалып бітті. Бағалау парақтарыңызға оғанда дұрыс жауап берген топтар 1-1 балдан қоясыздар. Енді жаңа сабақты, бүгінгі сабақты қорытындылау нәтижесінде мынау мониторингке өздеріңізге бағалауды маған қалдырасыздар және кері байланыс бересіздер. Үй тапсырмасы бүгінгі сабаққа 8-де 2-ші жаттығу есептерін шығарып келу және бақылау сұрақтарына жауап. Түсінікті ме барлығы? Олай болса, тез-тез кері байланысты толтырайық. Бір 2 оқушы тұрып орныңыздан айтып берейік. Бүгінгі сабақ бойынша жаңа сабақтың басында бізде берілген не білу керек еді бүгінгі сабақта? Негізінде күшпен жұмысты өлшеуге үйренді. Ал енді балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет. Қазір бағалау парақтарыңызға қарай күнделік кезекке бағаларыңызды қойып шығамын. Жақсы сау болыңыздар. Үй тапсырмасы түсінікті.